Бәріне сәлем, менің атым Айзада. Бүгін өте маңызды тақырыпты қозғаймыз. Ол адамның жеке шектері. Жеке шек қалай құралады, неліктен бұзылады, неге конфликт болып жатады, неге тіпті адамға қол көтеріп жатады. Сондықтан мені қолдап міндетті түрде лайк басыңыздар, және видео сізге пайдалы болса, достарыңызбен бөлісіңіздер. Ал енді тақырыпқа көшейік. Адамның жеке шектері. Ол 3 категорияға бөлінеді. Біріншісі, ол бізге өте жақын адамдар. Күйеуіміз, өте жақын подругамыз, анамыз, сестрамыз. Сізге кім жақын, кіммен сырласасыз, сол бірінші категория. Екінші категория, ол өміріңізде араласатын адамдар. Туыстарыңыз, коллегаңыз болсын, көршілеріңіз, ол екінші категория. Үшінші категория, өміріңізде бір рет, немесе бірнеше рет көрген адамдар. Мүмкін дүкендегі сатушы шығар, мүмкін көшеде кезіп қалған бір адам, немесе жолдағы жолаушы, бір рет сөйлесіп қалған. Ол үшінші категория. Ал енді осы индикатор деп жеке шекті құрайтын нәрсе, ол біздің ызамыз. Ызаға тек қана ашулану кірмейді, оған ашулану, раздражение, жағымсыз сезімдер. Бірақ сол ыза біздің индикатор. Ызаны жаман деп қабылдау өте қате түсінік. Ол бізді қорғайтын индикатор. Осы ыза бізді қорғайды. Осы ызаға сүйене отырып, парақталып жазып шығыңыз. Бірінші категориядағы адамдар сізге жасауға не құқылы, не құқылсыз. Екінші категориядағы адамдар сізге не жасауға құқылы, не жасауға құқы жоқ. Және үшінші категориядағы адамдар сізге не жасауға құқылы, не құқылы емес. Соны ыза арқылы жазып шығыңыз. Бірақ үлкен бір түсініспеушілік немесе қателік болатын, біздің ызамызды біз негативті түрде қабылдаймыз, және ызаны дұрыс қабылдауға кедергі жасайтын, ол ұятты деп есептеу, сол ұятты сезімді бойға сіңіру, немесе өзін бір кінәлі сезіну, немесе біреудің отношениясын ойлау, ол өзіңізге артық бір жауапкершілік алу, және де қорқыныш. Осы 4 сезім біздің ызаны дұрыс қабылдауға кедергі жасайды. Сондықтан өзіңізге манипуляция жасауға, немесе қатты бір давить етуге, кешіріңіздер, давить етуге рұқсат бермеу керек. Сондықтан міндетті түрде парақталып жазып шығыңыздар. Неліктен біз ызаны негативті түрде қабылдаймыз? Өйткені осы 4 сезім бізге кедергі жасайды дұрыс ызаны шығаруға. Сондықтан біздің ішімізде жиналып қалады. Әрине, ол жиналған сайын, кішкентай ызадан жиналған сайын, ол үлкен бір адамның ішінде қарсылыққа айналып, адам қатты жарылып, өз ызасын керектіден тыс қатты шығарып қою мүмкін. Сондықтан жиі айтып жатады, тыныш жүретін адамнан қорық деп. Өйткені ол, осы видео жазсам бәріне керек болып қалам. Неліктен жағымсыз бір сезім пайда болса, оны бірден айту керек. Өйткені ол кішкентай ғана, сразу пайда болды, және сразу айтсаңыз, адам түсінеді, ол оған жағымсыз, оны жасамаған дұрыс деп. Солайша сіз өз шегіңізді қорғайсыз, және де ішіңізде де көп нәрсені сақтамайсыз. Міндетті түрде ыза пайда болма, оны жаман деп қабылдамаңыз, оны білдіріңіз. Маған жағымсыз, маған ұнамайды, олай жасама деп. Ал егер ішіңізде жинай берсеңіз, бір күні жарылады, жарылғанда өте қатты жарылады. Сондықтан адамдар тыныш жүретін адамнан қашқақтайды, қорқады, айтады, бір мысық сияқты тыныш жүреді деп. Қалай айтсам болады? В тихом омуте черти водятся. Кешіріңіздер, мен қазақша мақал мәтел ештеңе білмеймін. В тихом омуте черти водятся. Шынымен де адам бір күні бір нәрсе шығарады. Ол жаман болғандықтан шығарылмайды, ол жақсы болғысы келеді. Өйткені оның ұяты бар, өйткені оның қорқынышы бар, өйткені ол біреудің сезімін қатты сөйлеп қалам деп қорқып, сөйтіп жинап жүре береді. Өйткені ол жақсы болғысы келеді. Сондықтан ішінде сақтап жүреді.
и бір күні қатты жарылады, сондықтан адам теріс айналып қалуы мүмкін. Бір рет жаман қатты білдірсе, соны қатты қабылдап, бәрі теріс айналып қалуы мүмкін. Дұрыс емес түсініп. Ол жақсы болам деп сондай дәрежеге жетті. Жақсы болам деп ішіне жинап, оның ағзасы көтере алмай жарылып шықты. Сондықтан ішіңізде ештеңені сақтамаңыздар. Және де ең маңызды нәрсе, жекешекті құраған кезде сізде өзге адамның жекешегін сыйлауыңыз керек. Өзге адам жекешегіңіз сыйласаңыз, өзіңізде жекешегіңіз сыйланады. Как только сіз өзге адамның жекешегін бұзсаңыз, сіздің жекешегіңіз бұзылады. Сондықтан өзге адамның жекешегін сыйлаңыз және міндетті түрде бір нәрсені айтпастан бұрын ойланыңыздар. Сіз ол адамға қай категорияға жатасыз? Менің айтқаным дұрыс па, дұрыс емес? Осы видео жазсам қайттан керек. Короче, ладно. Дальше, вроде ешкім жазылған жоқ. Адам тек өзге адамның жекешегін сыйлаған кезде, адам оның өз жекешегін де сыйлайды және сақтап қалады, құрайды. Сондықтан міндетті түрде біреуге бір нәрсе айтпас бұрын ойланыңыз. Сіз ол адам үшін қай категорияға жатасыз? Айтуыңыз керек па, керек емес пе? Мүмкін мүлдем араласпағаныңыз дұрыс. Кейде адамдар өзі қателесіп жатады. Қателессе ол өзінің қатесі. Мүмкін сол қатеде үлкен сабақ алып, өмірін күрт өзгертетін шығар. Сондықтан араласып, ақыл айтып, ол адам үшін жаман болмай қойыңыз. Жаман болсаңыз, ол да іште бір ызасы қалады, агрессиясы қалады және бір қалай айтсам болады. Короче, скрытая агрессия қазақша қалай болатынын білмеймін. Скрытая агрессия арқылы сізге тырнап тисе беретін болады. Тағы да сообщение. Скрытая агрессия арқылы сізге тисе беретін болады. Сондықтан өзгені сыйлаңыз және өзіңізді сыйлаңыз болады. Бәріңізге рахмет. Сізге видео пайдалы болды деген сенімдемін. Міндетті түрде лайк басып, достарыңызбен бөлісіңіздер.